Ассалаумағалейкум, құрметті де қадірлі достар. Менің жеке каналыма қош келдіңіздер. Бұл менің жеке каналым, және мен бұл жеке каналымда өмірімнің тәжірибесімен бөлісіп отырамын. Яғни өмірде осыған дейін жазған өзімнің аранжировкаларым бар, және өзімнің проекттерім бар. Соның барлығы мұнда сақталған. Бұлардың барлығы кезінде ескі ноутбукты болған еді. Ол ноутбук сынып, жұмыс істемей қалды. Сондықтан мен жаңа ноутбукқа барлығын проектті ауыстырдым. Және ауыстырғаннан кейін әрине, оның ішінде плагиндерді орнату керек болды. Өйткені оның ішінде сұрайды барлығын. Қазір біз сол бүкіл жазылған проекттердің барлығын еске алып, тыңдап, қосып көреміз. Сосын ішінде әр жағынан өзі сұрайды, қандай проект бар. Мен кейбірлерін орнаттым, кейбір плагиндерді. Енді былайша айтқанда толық орнатпадым. Сондықтан да қазір қандай плагин сұрайды, соны көріп бірге тамашалаймыз. Ал ондай болатын болса, қазір кезек-кезегімен мына проекттерді ашып тыңдап көрейік. Так, мысалы мына Blood Sport дейді, финал дейді. Бұл 2020 жылы жазылған мен проектім екен. Бұл Кровавый спорт киносындағы саундтрек. Ашып көрейік қане. Соған арнап жазған, жай өзім ойлап тапқан ғой. Өзім ойлап тапқанда оригиналына копия жасамақшы болып көрдім. Бірақ енді оригиналында дейді, дубль трекер деген плагин жетіспейді екен, сұрап отырмын да. Демек, соны орнату керек. Жаба салайық, кейін орнатамыз. Тыңдап көрейік. Оригиналына ұқсайды екен, кішкене күшті. Көрдік, достар, қараңыз, тыңдап көрейік. Осылай тыңдаймыз. Мен сохранить басасайын, өйткені кейбір плагиндерді ұнатады. Вот черриді жазыппын, көрейік. Бұл қалай шыққан екен? Қандай плагиндер сақталды, орнаттым, қандай плагиндер әлде орнату керек деген сияқты. Бұл ноутбук сәл кішкене орташа ноутбук, керемет мықты да емес, бірақ нашар да емес. Сондықтан да Fab Filter Q2 деген жетіспейді екен, және FAT компрессор деген плагин керек деп тұр. Абылай тыңдап көрейік. байқасаңыздар бір бас
қатты шығып тұр, мына ауызша түсіп тұрсам, құлақ қорып тұр прямо. Осылай көрейік әлі. Бұл FL Studio бағдарламасындағы стандартты плагин. Сондықтан да без проблем сата қойып оны. Так, енді мына өзде әмре қыздар-ай, ол да жақсы. Мұнда мен көбінесе енді балалар әндерін жазған едім. Менде өзім караоке, ютубта караоке бар, мектепке арналған балаларға. Соның ішінде көп, соның ішіндегі арнайы өзімнің каналыма осы балалар караокесін салған едім. Олардың барлығын өзім жаздым міне. Осы жерде міне проект сақталған екен. Мынау ашылады дейді, мынау ашылмайтын бірдеңе екен. Бұны өшіп тастап керек емес. Так, би күйі бар екен, енді барлығын қопырып тастамайды, басынан бастап бәрін кезек-кезегімен аша екен. Мыналар бәрі аттары жоқ, тек күндерімен қойған, өзімше бірдеңе бастаған ғой, сосын аттарын жазбай тастап кеткен. Сондықтан да так келесі Айнкрат дейді, мынау керек емес. Айдидарлы анашым. Ну, Айдидарлы анашым тоже бар. Айтчыгеда девушка, айтыс учеников. Ақтариға ал көгершін. Ақ мамам. Ақсисам көрейшкен. Ақ мамам тоже. Ол бағана бір тексерген ақ мамамды. Жақсы істеп тұр бәрі. Бұл плагиндер бар екен. Ақсисада бар ма екен? Қандай плагин жетіспейді екен қазір? Көріп алайық. Жоқ. Вроде барлығы толық. Ешқандай проблема сіз атып шықты. Öyle basıp koydu. Oturup. Vergan. Бірнеше аккорд қойдым мұнда. Ейінде тұр. Ака не екені? Арпедж. Қайыр баста кеткен кезде тағы бір басып. Тамаша. Так, Ақтайлақ. Ақтайлақ турик. Ақтайлақ тоже бірдеңе жетіспейтін сияқты бағана бір ашып едім. Бір плагиндер жетіспей ме, бірдеңе шатаспаса. Орнын ауыстырып тастадым ба. Мында бір переход жетіспейді екен ғой.
мынау кезде міне переходы деген жерде негізі басқа переход болған. Көріп тұрсыздар. Мен бүгін ғана ауыстырдым оны, бірақ жай қоя салдым. Өйткені оның алдында өзінің әдемі переход болып еді, что-то бұл менде жоқ екен. Өшіп тастаған болсын. Солай, сонда кішкене келіспей тұр енді. Сосын басында әуен ойнағанда мындай мына ойнады. Бұны мен бүгін ғана қостым. Бұның орнына ОБХ деген аспап болыпты. Бірақ орнына мен бүгін интернетте қарап орнатайын деп көрдім, бірақ таба алмай қойдым. Сондықтан мұнда Nexus плагинінің бір лидирующий дыбысын қоя салдым. Кейін іздеп асықпай тауып басқасын қоямыз. Примерно қойым жай. Осылай кете береді екен. Так, ақтайлақ. Әрі қарай ақбұлақтың екі түрі бар екен. Бұларды да ашып болады. Так, жарайды, оны ақбұлақ көреміз барлық. Қазір мұның ішінде бертінгелі болмаса баяғы жазылған проекті ашам екен бұлар. Мысалы, апорт деген тәтті алмай 2018 жылғы дейді. Бұны ашам көрейік. Мынау FL Studio бұл 2025 жылғы FL Studio. Ағара, ашады кәне. Бүгін мұнда айзотоп нектар жетіспейді екен. Нектар не үшін қолдаған екен? Қызық, Қызық екен. Мынау 2020 жылғы жазылған. Бұны да көрейік. Саған. Мына қара, қандай аспаптар жетіспейді. Саған. NBT деген мынаны тауып бірге. NBT бастрон дейді. Оны жазып көрейікші қазір. NBT. Бас. Бұның несі де шықпайды ғой енді, қырсыққанда. Короче, бұның бұл андай несі. Коллекциясы шығу керек. Коллекция ғаны бұдай. Ұмыт қолым бақ, не кеше дұрыс. Библиотека емес, сондай шығу керек. Сол библиотекасы ішінде болсын болады. Да, білмеймін қалай болады. Көрейік тыңдайық. Демек, мұнда мынау бас, мынау клэп, мынау хәтте осының орнына басқасына осырып тастайық, көрейік қазір. Мынаны қойшы. Это клэп қойып. И хэт.
байқасаңыздар, мынау қатты, өте қатты болып тұр. Бас. Бұны ауыстыруға болады, жарайды, қоямыз. Сосын мыналар басқа аспаптар тоже қатты болып тұр. И фон тоже қатты. Бәрі қатты, короче. Қоямыз енді. Бұған да ораламыз енді. Так, ақылды ойыншықтар дейді. Бұл анашым көрейінші қазір. Эвенджер, мен Эвенджер жоқ айтпақшы. Эвенджер аспабы бар екен ішінде. Мына қара. Озон 9 дейді. Енді сочма. Озон 9, Озон 12 бар ғой енді. Соны қоя салу болады. Енді клэп, хед, пластик жоқ екен. Жарайды, көрейік қазір. Так. Анау өзі клап, хед, пластик жарайды. Мынаны қоямын хед пластикке. И клапқа, клап пластикте керек бізге. Осы бар. И бізде бір аспап жетіспей тұр, е. Мынау бізде мынау ойнап тұр ма? Вот. Демек, Эвенджердің орнына бір басқа аспапты аламыз енді. Нағыл дейміз енді. Мына серум 2, короче, күтіп алған едім, сол серум 2-ден қолданайық бір аспапты. Лидирующий звук болып тұр, походу, е. Басқа көрейік. Жарайды, мынау бар. Мынау бас жоқ, е. Басқа да осы серумнан бірдеңе қойып көрейік мен. Бұны бәрі тест жасап көрген жоқпын, сондықтан өзіме қызық болып тұр енді. Сен дейді. Ойда. Мынау осы дыбыс маған ұнамайды маған. Ұнамай тұр, сондықтан оркестр дейді. Арғаннан таңдап кетті. Жоқ. Мынау қала берсін негізі. Радио бұзылды. Соны копировать етейік. Давайте. И 16-шыны, 16-шы қатып, 16-20 бар.
22 бөлік нь 22 паттерннен басқа бір плагинге соны копиялау керек та. Осында қойып 22-ге сосын әдемі звук тауып аламыз. Так, мен түсіндім. Бізге мынау керек. Және осының ішінде өзіміздің банкамыз бар ғой, ерекше. Мынау прогрессивті таңдайық. Мәшінен біз жақсы бір лид таңдаймыз. Міне, примерно осылай. Жарайды, кеттік. Сақтайық оны. Анашым қартаймышы дейді. Апорт деген тіктама жаңа көрдік. Аралым, Арманай, Арман қаласына, Армия Қазақстанская, Астанам, ата дәстүр. Міне ата дәстүр біраз. Бәрі тыңдайтын. Осының ішінде сақталып екен, соң керек екен. Азон 9 жоқ дейді. Ой, бір хет басық жоқ дейді. Сол Азон 9 қайда өзі? Азон 9 қай жерде тұр өзі? Мынау ма? Азон 9-ның орны сол. Азон 9-ның орнына Азон 12-ні қойсайшы. Қайда ол қайда? Азон 12. Азон 12. Азон 10 бар екен. Азон ішінде мейл кетші. Айтмай. Бізде бір хед жетіспей. Мынау жоқ екен. Мынау жоқ болсын да? Мынау жоқ. Бар екен ол. Бар екен. Хед жоқ қой. Мынау жоқ. Хед бас екен. Хед постик қойып. Хед постик. Сухая слишком. Осы ба. Okay.
анау тан ба. Ешкім алыс болып кетті. Міне осындай проект. Жақсы достар, осымен бірінші сабағымыз бұл біздің. Әлі көп проект, қанша проекттің бәрін келесі сабақтарда қопарамыз, қараймыз.